көрермендер, biz бүгін сіздермен бірге Нони арнасы, яғни Нұртілек. Ал бүгін біз кеше ғана соққан мына үй, осы Нұртың үйін соқтық. Біз үй сонымен осының ішін сәндейміз. Ендігі видеода деп айтқанмын. Енді біз бүгін сәндейміз. Ал бүгін басталды. Өрмекші паук. Арама, бергел. Biz bu Mana bunları? Şimdi de bugün sizlerge ışkapta қалай жасау керегін үйрететін боламын достар. Оны айтуды ұмытып кеттім, кешіріңіздер. İşte buzu bala беремін, сондай адам екенмін. Қазылатамын. Бір жақты бұзбаған болмайды деймін. Өзім сөйтіп байқадым. Мен выживаниеде емеспін. Мен өмір сүріп жатқан жерде нелер зомби, өрмекшілер көп болып жатыр, сондықтан мен творческий өмірдемін. Ал енді достар, ағам екеуміз бір бәстескеннен соны айтуды ұмытып кеттім, кешіріңіздер оған. Бәстескенбіз. Сен мына Майнкрафттан канал ашасың, и соны
сен 13.000 жоқ 14.000 жазылушыға жеткізсең саған бір деппін ғой 10.000 теңге берем деді. И соны сіздер тезірек тіркеліңіздер. Мен сол 10.000 теңгені көрермендер арасынан анықтаймын. Сіздер ол үшін маған көп коммент осы YouTube-тың астына көптеген пікірлер қалдырып кетіңіздер. И соның арасынан мен 10.000 теңгені ойнататын боламын. Сондықтан енді 10.000 теңге сіздерге керек қой. 10.000 теңге жерде жатқан жоқ қой. Сондықтан сіздер маған тез тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікірлер жазыңыздар. Енді 14.000 жазуға жеткенде, оның үстіне өзімнің ақшамды да қосып ойнатуым да мүмкін. Оны сіздер 14.000 жазылушыға жеткізсеңіздер, лайк бас дегенде. Оппа, енді бітті. Мұнайға есіп қоямыз. Енді бізге керегі кіреміз. Блоктарға кіреміз. Және мынаған керек. Мынау керек. Және пеш керек. Және сондық керек. И омен тағы не керек еді? Мына заттар керек. Мынандай керек. Мен осындай жақсы көрем бұлай қарағанда. Опа, осылар керек. Және мына блок керек. Мына блок өте қажет блоктардың бірі. Ойбай. Бізге енді төсек. Мен қараны жақсы көрем, сондықтан қара төсек алам. И жанына мынандай кішкентай блок, орташа блок, яғни айтқанда. Енді бұны мына жерге қоямыз. Мына жерге, достар. Мынандай бұлай қошамыз. Мыналардан бұлай қойып шығамыз. Және де темір. Осындайдың темір түрі керек. Асылмайды ғой, асылмайды. Сондықтан мынау мысалыға газ. Мұның астындағы газ. И мына жерге горшок қайда еді? Мына жерлерде. Міне горшок мына жерде. Жоқ, горшок керек емес екен. Өйткені ол қойылмайды екен, достар. Сондықтан енді бізге тағы мына шаруақ керек. Және де бізге кішкентай болды. Осы керек. Ал енді іштеміз, достар. Және де жоқ, бұл түрі керек емес екен. Тас түрі керек, достар, бізге. Тас түрі. Тас түрінен енді міне осыны жақсы. Енді біз мына жерге істеп қоямыз. Сонда мынадағы бу шықпай ма, достар? Осыдан бу шықса, былай мынау жұтып алғандай.
кімнің үйінде осындай бар? Желілеп кетіңіздер. Опа. Ой, біз үйге енді свет бәрін қойып, қазір. Бәрін қойып свет ұмытып кетіп, біз оны ендігі жерде енді қоямыз. Мына жерге былай қойсақ болады. Өте қорқынышты зомбидің дауысы, достар. Бір түрлі естіледі. Хопа. Енді бұл жерге мынаның орнына және де мына зат керек. Бір читер зомбилары осының басына тағып жүретін еді. Осының енді опа деп қойымыз. Сонда бір бөле болады екен. Осыны енді терезе жасайық, достар. Мен мына қара терезені өте қатты жақсы көрем. Мысалға, біз қара терезені бағана айтып өткендей қараны өте қатты жақсы көрем дедім. Иә, достар. Сондықтан да ең жақсы түсім мысалға қара. Опа. Мына жерде терезе енді азан қылып жібере салайық. Зомбилердің бәрі күйіп кетсін. Күйіп. Опа. Зомбилердің күйгенін көрейікші, достар. Зомбиға зомби. Вау. Бұл скелет. Мына жерлерде зомби. Достар, әдемі. Мына жерде мына огород бар. Достар, ең бірінші бізші негізі біз бұлай жаудан өткен кесіңдер. Мен сіздерге бұның екінші түрін көрсетейін. Ол мына жерлерде, ол жерде міне алдымда екен. Бұл да дәл сол өзім салдым. Сіздерге ең бірінші басқа түрінен көрсетіп жатырмын. Мен бұлай әдем болмады. Мінекей үй мұлай болды. Қазір көрсетейін. Мына жерге мынандай кілем қылып қойдым. Мынандайларды өйстіп қойып қойдым. Мына жерден пеш жасадым. Опа дейміз. Опа. Мына жерге мінекей. Наңырыңыздар, әдемі шкаф. Киім қоямадым енді. Киімді бұлай қойсақ. Бұлай мына жерде мынаны оқимыз. Мыналардан оқимыз. Мына жерге пеш жағамыз. Мына жерде ұйықтау керек. Достар, енді мен мұны дәу жерде хакердің үйін салып жатырмын. Ал бұны басқаша қылып салам. Өз ойыммен хакердің үйін, мысалға осылай қонақ үйімді дегем, бірақ сіздер үшін хакердің үйі қылам. Бұл өте қиын зат, білесіздер. Міне осы жер. Дәу болады хакердікі. Ютубкерлердің Майнкрафты өте оңай болады ғой. Бірақ олар үйренген. Мен сәл
менікі сәл жетпейді да оларға. И сонымен бітіремін. Тез бітіре алады олар. Ал мен енді бастап жатырмын. Сондықтан кешіре көріңіздер. Осы жерге енді шкаф жасаймыз, достар. Шкаф жасауды үйретіп жіберейін. Бір блок аласыздар, мысалға. Онан кейін есік алсаңыздар, есік алыңыздар, және де мынандай набелеңіздер, Қайда еді ол? Набелең аты білмеймін. Мынадан мына түрін алыңыздар. Сандықтарды бұза тұрайық, сандықтарды. Бұлай қоясыздар, мына жерге бұлай. Және де мынаны қойсаңыздар, мұны. Мынау ше. Киім ілетін. Соны қойсаңыздар. Оны қазір тауып көрейін, достар. Негізі өзімнің Майнкрафт, міне бош шелектің үстінде тұрады екен, достар. Екі не қойық, енді қолымызға киімдерді алайық. Киім. Алмаз не және? Алмаз не киім алайық? Жерге алмаз не. Болды, бітті. Ой, болды, нормально осы. Мынаны басыңыздар, енді киеді. Мынаны басыңыздар, мынау. Мына жерде закрабылайды ба, сондай бір бәле шығады. И сонымен киімдер аласыздар. Және де мына жерге. Болды, үстіп қоя аласыздар. Және де бұлай есікті қойсаңыздар болады. Бұлай ішке ашылады да, ол кезде есіктеріңіз. Бұлай алдына қойсаңыздар. Алдыға қарай ашылады. Ішіне кіріп алдыға қойсаңыздар. Алдыға қарай ашылады. Ал енді мына жерден бұлай жоқ болсын. Бұлай. Опа. Болды. Мына жерге біз ас бөлмені мына жерге қылып жібердік, достар. Онда біздің аяқты не істесек болады. Комментарийға жазыңыздар, мен сол затты істейтін боламын. Дәл осы жерге. Кішкентай аяқ, білемін оны. Сау болыңыздар, достар. Жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар.